Ассаляму алейкум баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіздер. Сәлематсыздар ма? Ораза қалай өтіп жатыр? Баршаңызға қиыншылық туып жатқан жоқ па? Қиналып жатқан жоқсыздар ма? Меню бойынша тамақтанып жатсыздар ма? Қандай қиындықтар болып жатыр? Қайырлы түн баршаңызға. Жалпы осы жаңағы ораза уақытында менюді ұстанып жатсыздар ма? Бас айналу, немесе жүрек айну, шаршау, ондай болып жатқан жоқ па сіздерде? Барлығын уақытылы орындап жатсыздар ма? Өздеріңіздің жаңағы имандарыңызды бекітіп, өсіріп жатсыздар ма? Құран оқып. Егер сіздер менюді ұстанбайтын болсаңыздар, жаңағы тәтті тағамдарды көбірек жейтін болсаңыздар, енді білесіздер ғой, Алла тағала бізге денімізді әрдайым сауығып жүрсін деген деп берген, біз өзіміздің денеміз бізге аманат. Сол себепті біз өз ағзамызға өзіміз жауап беруіміз қажет. Әрдайым дұрыс тамақтану арқылы сіздер жаңағы дендеріңіз сау болады міндетті түрде, өмір жастарыңыз ұзақ болады иншалла. Барлығы жеңіл өтетін болады, оразада ешқандай қиыншылық болмайтын болады. Алдыңғы эфирда мен жалпы менюді разбор қылғанмын, сол жерден қарасаңыздар болады. Келесі сабақта міндетті түрде тағы меню жайлы айтатын боламын. Бүгін бас ауру әлі болып жатыр дейді. Негізі менюді ұстанатын болсаңыздар, шынымен де бастапқы бір апта солай болуы мүмкін. Ол өйткені бүкіл ағзадағы шлактар, токсиндар, артық тұздар деп айтамыз, артық сулар барлығы сіздердің ағзаларыңыздан сыртқа шығып жатыр. Бүкіл клеткаларыңыз тазарып жатыр. Еш уайымдамаңыздар, сәл сабыр сақтаймыз. Иншалла жеңіл өтетін болады оразаларыңыз. Меню маған ұнады дейді. Алла разы болсын сізге. Өте керемет, қуаныштымын. Бұл меню сіздерге жаңағы денсаулықтарыңызды нығайту үшін арналған меню болатын. Егер шынымен де толықтай ұстанатын болсаңыздар, ешқандай қиыншылық көрмейсіздер. Сосын суды өз нормасымен ішіп жатсыздар ма? Егер сіздер суды нормамен ішпейтін болсаңыздар, сіздерде жаңағы іш қату проблемасы пайда болуы мүмкін. Немесе толыққанды сіздердің ағзаларыңыз тазаланбауы мүмкін. Тек қана шай ішіп қана жүруге болмайды. Білесіздер, дұрыс тамақтануда әрдайым жылы су ішу қажет. 40 градустық жылы су. Сонда сіздерде ағзаларыңыз толықтай тазаратын болады. Ең бірінші жаңағы ауыз ашар кезде міндетті түрде жаңағы құрма жейсіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті. Содан соң су ішіп алыңыздар. Егер құрма болмаса, судың өзін ішсеңіздер де болады. Түсінікті барлығы. Жақсы, бүгінгі тақырып бізде жалпы осы емізетін әйелдер, жүкті әйелдер, немесе қандай да бір созылмалы аурулары бар адамдар бар, соның барлығы қалай ораза ұстау қажет, не істеу керек, не ішу керек, не жеу керек, сол жайлы мен сіздерге толықтай айтып өтейін, сосын міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Финики деген құрма, өт толған өт жайлы міндетті түрде айтатын болам, барлығын айтатын болам. Мен қазір комментарийді өшірейін, сосын барлығын түсіндірейін асықпай. Қайтадан комментарийді қосамын. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі тақырып жүкті әйелдер оразаны қалай ұстайды? Науқас кісілер оразаны қалай ұстайды? Емізетін әйелдер оразаны қалай ұстауы қажет? Жалпы бүгінгі тақырып осы жайлы болады. Толыққанды көріп, керек жерлерін өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады. Құран кәрімде Бақара сүресінде 185 аятта айтқан: Алла сендерге әр нәрсенің жеңілдігін қалайды, яғни қиындықпен қинамайды дейді. Егер сіздің қандай да бір жеріңіз ауыратын болса, мысалы, немесе жүкті болсаңыз, немесе емізетін болсаңыз, сізге міндеттемейді ғой ораза ұста деп, дұрыс па? Сол себепті мен сіздерге қандай жағдайда ораза ұстамауға болатынын айтып өтейін, түсінікті қылып.
Қараңыздар, егер сіз немесе сіздің жақыныңыз егер науқас болатын болса, немесе жүкті болатын болса, емізулі болатын болса, ондай жағдайларда ораза ұстамауға рұқсат. Ораза ұстаймын десе, ол өзінің жауапкершілігінде ұстанса болады әрине. Сосын жолаушы, яғни бір жерге баратын болып, сондай жағдай болып қалатын болса, сондай жағдайда да ұстамауға рұқсат. Кәрілік, яғни қартайған шағында аш жүре алмайтын адамдар болады, оларға көп мезгіл сайын, мезгілімен тамақтану керек болады. Сондай жағдайда да ұстамаса рұқсат. Балаларға, 13 жасқа дейін балаларға рұқсат етілген. Сосын қысым жасалу дейді, яғни сіз мысал айтайын енді түрме болуы мүмкін, сондай жерлер болады ғой, енді тамақты бір уақыт қана береді, немесе 2 мезгіл береді, сол кезде ғана тамақ ішу керек. Қалған уақытта өз еркінде емес, ол адамның қалаған уақытында, мысалы сәресіне тұрып тамақ іше салу, немесе кешке осындай уақытта ауыз аша салу мүмкін емес жағдайлар болады, сондай жағдайда да рұқсат етілген ораза ұстамауға. Және хайыз және нифас күндері ораза ұстамауға рұқсат. Ауыр жұмыс істейтін адамдарға да рұқсат етілген. Және де ақылында қандай да бір кемістік бар адамдарға да ораза ұстамауға рұқсат етілген. Келесі, енді жалпы ауруларға өтейік, қандай аурулар біздің ағзамызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Осы ораза уақытында көбінесе бүйрек үсті безінің қызметі төмендеу, яғни надпочечник деп айтып жатамыз ғой, біздің бүйрек үсті безінің қызметі нашарлау, ол не үшін болады? Көбінесе ол біз дұрыс тамақтанбағандықтан болады. Көбінесе ондай жағдайда, яғни кортизол гормоны төмендеп кетеді. Яғни ол төмендеген жағдайда сізде міндетті түрде ұйқыңыздан тұра салып, өзіңізді сондай әлсіз сезінуіңіз мүмкін, сондай шаршаңқы сезінуіңіз мүмкін. Сондай жағдайда уже сіз кортизол гормонына тапсырып көрсеңіз болады, Егер төмен болатын болса, міндетті түрде мына ережелерді ұстануымыз қажет. Қараңыздар, ұнды тағамдардан бас тарту қажет. Яғни бұл тағамдарда сіздердің ағзаларыңызға тигізетін өзінің зиянды құрамы болады, Мысалы айтайықта, ұнды тағамдар ол сіздерде әртүрлі тәтті тоқаштар болуы мүмкін, мысалы нанды қуыруыңыз мүмкін, немесе шелпек жасауыңыз мүмкін, оның барлығы біздің енді ағзамызға ауыр болып тиеді. Осы Рамазан айында ең болмаса өзіміздің ағзамызға детокс жасап жатырмыз ғой, өзіміздің ағзамызды тазалап жатырмыз, бүкіл іш құрылысымызды тазалап жатырмыз, мысалы менюді ұстану арқылы бүкіл клеткаларымыз біздің жаңарып жатыр, тазарып жатыр, Соның барлығын соңына дейін тазарту үшін, шынымен де толыққанды тазару үшін міндетті түрде ұнды тағамдардан бас тартқан абзал, ең болмаса осы ораза айында. Сосын қант немесе қанттан жасалған тағамдарды азайту қажет. Яғни ол тәтті шоколадтар болуы мүмкін, немесе әртүрлі торттар болуы мүмкін, қант қосылған қандай да бір, мысалы газдалған сусындар болуы мүмкін, Оның барлығы біздің ағзаға тазаланып жатқан кезде кері шлактарға толтырып тастауы мүмкін, токсиндарға толтырып тастауы мүмкін біздің ағзамызды. Бізде тазалану дұрыс жүрмей қалады, міндетті түрде ұстанамыз. Жеміс жидектерді көп жеуге болмайды. Не үшін көп жеуге болмайды? Өйткені білесіздер, жеміс жидектердің құрамында глюкоза бар. Яғни глюкоза ол жеміс жидектердегі қант. Оны сіздер жеген жағдайда да таңертең бір мезгіл жесеңіздер болады, бір штуктан аз мөлшерде жесеңіздер болады. Сонда білесіздер, ішіп жеген тамағымыздың барлығы бізде 8 сағат пен 12 сағаттың ішінде қорытылады. Яғни кешкі асқа дейін сіздің жеген жеміс жидектеріңіз қорытылып, түгелімен үлкен дәрет болсын, кіші дәрет болсын шығып кетеді, жесеңіздер де аз мөлшерде жеген абзал міндетті түрде. Сосын, егер осы бүйрек үсті безінің қызметі төмендеген жағдайда міндетті түрде сіздерге магнийді ішуге кеңес беремін. Яғни сіз міндетті түрде дәрігерге барасыз, дәрігерге айтасыз, мен оразадамын, мен қандай магний ішсем болады, Сізге жазып береді, соны міндетті түрде 2 мезгіл, немесе бір мезгіл болуы мүмкін, соны ішіп жүруіңіз қажет.
Одан бөлек міндетті түрде жаңағы магний тұзы деп айтамыз ғой, аптекаларға барып сұрасаңыздар, дәріханаларға барып сұрасаңыздар, сіздерге береді. Сол тұзға міндетті түрде ваннаға салып, өзімізді тынықтыруымыз қажет. Жарты сағат болсын, мысалы кешкі асты ішіп алдыңыз ба, кешкі асты ішіп болған соң жаңағы 1 сағаттай жүріңіз, немесе тағы 1 сағаттай отырыңыз. Ең бастысы бірден ұйықтап қалуға болмайды. Кешкі асты іштіңіз ба, міндетті 2 сағат арасы болу қажет. Ұйқы мен кешкі астың арасы 2 сағат минимум болу қажет. Сонда сіздердің ағзаларыңыздағы, іштеріңіздегі тамақтарыңыз толыққанды қорытылып, ішекке барып, тоқ ішекке барып, толықтай қорытылатын болады. Ұмытпаймыз. Сосын жастыққа жатқан кезде де, оң жағымызбен және де жастықты сәл биік қойып жатамыз. Өйткені біз төмен қарай жататын болсақ, пәс жатып қалатын болсақ, түнде қарай жеп алған тамақтарымыздың барлығы былай жоғары қарай көтеріледі, біздің жүрек айнуы болуы мүмкін, ас толықтай қорытылмай қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде сәл биіктеу жатуымыз қажет. Сосын жатардың алдында жарты сағат ванна қабылдасаңыздар болады. Осы магний тұзымен қабылдасаңыздар, шынымен де бүкіл шаршауды алады. Бүйрек үсті безінің қызметін жақсартады. Сонда сіздерде шаршау басылып, кортизол гормоны көтеріледі, өз нормасына келеді. Сол кезде сіздерде бұндай проблема болмайтын болады. Міндетті түрде менюді ұстанатын болсаңыздар, соның өзі сіздерге жеткілікті. Қараңыздар, не үшін бізде кортизол гормоны түсіп кетеді? Көбінесе айттым ғой, ұнды тағамдар, ол жерде углеводтар, ұнды тағамдар енді ол бидайдан жасалады, біліп тұрсыздар, ол углевод, бізге көмірсулар. Көмірсу көтерілген кезде бізде қант та көтеріледі. Қанттың мөлшері көтерілген кезде бізде инсулиннің мөлшері көтеріледі, Инсулин көтерілген кезде кортизол түсіп кетеді. Кортизол гормоны түсіп кетеді. Сондай жағдайда бізде шаршау пайда болады. Түсінікті, барлықтарыңызға. Шаршау неден пайда болады? Шаршау бізде ұнды тағамдарды көп жеудің арқасында, бізде қанттың көбеюінен, инсулиннің көбеюінен бізде кортизол түсіп, шаршау пайда болады. Соны азайту үшін міндетті түрде біз ұнды тағамдардан бас тартуымыз қажет. Ұнды тағамдар дегенде безглютеновая мука деп айтып жатамыз ғой, күріш ұны болсын, жүгері ұны болсын, сұлы ұны болсын, сондай ұндарды сіздер қолдансаңыздар болады. Бірақ бидай ұнынан жасалған тағамдарды азайтасыздар, немесе мүлдем алып тастайсыздар. Осы ораза уақытында, ең болмаса. Сосын қант диабеті. Қант диабеті енді көп адамдарда кездеседі, қазір өте көбейіп кеткен оның мөлшері. Қант диабетімен ауыратын адамдардың не үшін? Өйткені олардың рационы дұрыс емес. Көп мөлшерде тәтті, көп холестерині көп тағамдар деп айтамыз, майлы тағамдарды көп жейді, тәтті тағамдарды көп жейді. Бір күн ғана жеп қоя салмайды, олар бірнеше ай қатарынан солай көп жегеннің арқасында оларда қант диабеті пайда болуы мүмкін. Қант диабеті тек қана қант жеуден ғана көбеймейді, ол сіздің айттым ғой, углеводты көбірек жесеңіз, одан да пайда болуы мүмкін. Ол жерде инсулин да көтеріліп кетіп жатады. Сондай жағдайда не істейміз? Қараңыздар, эндокринологқа барып, ораза ұстайтыныңыз жөнінде сөйлесуіңіз қажет. Не үшін? Өйткені болады ғой мынандай жағдай, кей адамдарда қант диабеті болса да ораза ұстауға рұқсат жоқ, Ол өте сондай адам шаршап қалуы мүмкін, адам әлсізденіп кетуі мүмкін, немесе қанттың мөлшері түсіп кетуі мүмкін, бірден құлап қалуы мүмкін, бас айналып кетуі мүмкін. Дәл сондай жағдай болмас үшін алдын ала эндокринологқа барып, сөйлесіп, айтып, не ішуім керек, қандай препараттарды қолдануым қажет, соның барлығын сұрап алыңыздар міндетті түрде. Сосын гликометр дейміз ғой, қанттың мөлшерін өлшейтін аппарат. Сол міндетті түрде жандарыңызда жүру қажет. Өйткені сіздер ораза ұстап жатсыздар, сіздер білмейсіздер не болатынын, өйткені күні бойы аш жүргендіктен сіздерге ол өте қауіпті. Міндетті түрде алып қолдарыңызда жүру қажет. Соны өлшеп тұрасыздар, егер барлығы жақсы болатын болса, онда ұстана бересіздер. Сосын қант диабетіне біз әртүрлі препараттар ішеміз ғой, бізге жазып берген. Соның дозасын түсіруге болады. Не үшін? Өйткені біз 5 мезгіл, 6 мезгіл тамақ жеп жатқан жоқпыз ғой, дұрыс па? Қантымыз көтерілетіндей тамақ жеп жатқан жоқпыз, глюкозасы көп тамақ жеп жатқан жоқпыз. Сол себепті ол препараттарды азайтсаңыздар, сіздерге еш нәрсе болмайды. Оны да міндетті түрде дәрігермен кеңесу қажет бірақ.
Сосын гипогликемия, яғни жаңағы қанның мөлшері түсіп кету жағдайы, иә. Егер сіздердің қан мөлшерлеріңіз 3,3-тен түсіп кететін жағдай болатын болса, міндетті түрде оразаны тоқтату қажет, иә. Ондай жағдайда рұқсат етілген, Алла тағала өзі рұқсат берген, иә, оразаны тоқтатуға болады деп. Егер денсаулықтарыңызға қандай да бір зақым келтіретіндей жағдай болатын болса, онда оразаны ашуға болады. Сосын қараңыздар, ондай гипогликемия болған кезде сіздерде қандай жаңағы симптомдар болуы мүмкін, иә, белгілер болуы мүмкін. Терлеу болады, бозарып кетесіздер, беттеріңіз аппақ болып, еріндеріңіз аппақ болып, иә, сондай бір шоковый состояниеде тұруларыңыз мүмкін, да, сондай. Сосын шаршау болады, аштық болады, әлсіздік болады, шөлдеу болады. Сосын ауыз қуысы кеуіп кетуі мүмкін, да, сіздерде. Сондай жағдай болуы мүмкін, есте болсын. Бас ауыру, көздің жаңағы көруі нашарлап кетеді, көздің бұлдырап көрмей қалуларыңыз мүмкін, да, соншалықты түсіп кеткен жағдайдашы. Сосын жаңағы сондай симптомдар болған жағдайда сіздер міндетті түрде жаңағы тексеріп, иә, өздеріңіздің қант деңгейін сосын тоқтату қажет болады. Ал егер ол болмаса, қанттың нормасы өз қалпында болса, иә, онда ешқандай бұл симптомдар сіздерде жоқ болатын болса, барлығы керемет болатын болса, онда ары қарай сіздер жалғастыра берсеңіздер болады. Түсінікті, иә, барлығы. Келесі аутоиммундық аурулар. Аутоиммундық аурулар осы даже қанттың жаңағы мөлшері көтерілген кезде де ол да осы аутоиммундық аурулардың қатарына жатады, иә. Ондай жағдайда мен жаңа айттым ғой сіздерге, глютен бар ұндарды мүлдем қолданбаймыз, иә. Мүлдем қолданбаймыз, өйткені глютен жаңа білесіздер, иә, артық пайда болатын болса, біздің ағзамызды шлактап тастайды, токсиндап тастайды, иә, біздің ағзамыз толықтай тазармайды, ұмытпаймыз. Сосын сүтті өнімдерді 6 айға дейін шектейміз. Егер сіздерде аутоиммундық аурулар болатын болса, онда ішпеген абзал. Сосын қант дейміз, кофе, тәтті газды сусындарды рационнан алып тастаймыз. Егер толықтай мен айтқан жаңағы менюмен ұстанатын болсаңыздар, соның өзі сіздерге өте жақсы көмектесетін болады. Сосын онымен қоса, иә, мен меню бердім ғой, онымен қоса сіздер жаңағы шөп шайларды ішсеңіздер болады, лимон чайларды ішсеңіздер болады, иә. Лимонда білесіздер, С дәрумені өте көп, иә, ол сіздердің иммунитеттеріңізді көтеруге өте жақсы көмектесетін болады. Түсінікті, иә. Сосын жаңа айттым ғой, ванна қабылдау керек тұзбен деп, иә, сол ванналарды сіздер де қабылдасаңыздар болады, өте жақсы көмектесетін болады. Өйткені күні бойы сіздер жаңа стрессовый состояниеде жүрмес үшін да бір шаршау, сондай әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, иә. Соның барлығын сіздер жеңіп шығу үшін сондай ванналарды алып тұратын болсаңыздар, сіздердің ағзаларыңыз кәдімгідей демалып, өздеріңіздің миларыңыз тынығып, денсаулықтарыңыз жақсара түседі. Денсаулық жақсаруы көтеріледі міндетті түрде. Түсінікті, иә, аутоиммундық аурулардың барлығын айтып шықтық. Келесі. Сұрап жатыр еді, менде өтте тас бар кісілер, иә, немесе өтімді алдырып тастадым деп айтып жататын кісілер бар. Қараңыздар, өтте тас бар кісілер немесе өтін алдырған кісілер, иә, не үшін өттерін алдырып тастайды деп мүмкін кей адамдар, жас адамдар білмей отырған шығар. Өт қоюланып кетеді, иә, біздің өтіміз қоюланып кетеді. Сонда ол тасқа айналып кетуі мүмкін. иә, тасқа айналған кезде сіз оны алып тастамайтын болсаңыз, ол жарылып кететін болса, біздің бүкіл ағзамызға жаңағы өт тарап кетеді да, сосын ол білесіздер токсин екен, бүкіл ағзаны жаңағы токсин деп сіз өліп кету дәрежесіне дейін баруыңыз мүмкін. Сол үшін өте абай болуы керек. Оны жылдам жаңағы сізге ота жасалмаса, иә, мысалы өт жарылған кезде өліп кету қаупі өте жоғары. Сондай жағдайда міндетті түрде, егер сіз ораза ұстап жатқан болсаңыз, иә, осындай өтіңізді алдырып тастаған болса, міндетті түрде өт препараттарын сырттан енгізіп отыру қажет. Яғни сіз оны қалай білесіз, оны сіз дәрігерге барып, иә, мен ораза ұстайын деп жатырмын, мен қандай жаңағы өт препаратын қолдансам болады, иә, сұрап біліп соны қабылдауыңыз қажет міндетті түрде. Егер енгізбейтін болсаңыз, иә, сіздің ішіңіз өтіп кетуі мүмкін, яғни диарея болуы мүмкін, паноз болуы мүмкін, иә. Оның барлығы сізге керек емес қой. Сіз шынымен де дұрыс тамақтанып, иә, жаңағы денсаулығыңызды жақсартқыңыз келіп отыр ғой, иә, осы ораза уақытында иншалла. Вот сол кезде шынымен де осы препараттарды қолдану арқылы сіз бүкіл ағзаны тазалайтын да боласыз, өзіңіздің денсаулығыңызға да ешқандай қауіп төнбейтін болады. Келесі. Гормондар, иә, жалпы гормон көп адамдарда
жаңа гормонның өзгерісі болып жатады, иә. Қай кезде гормондық дәрілерді ішуге болады деп сұрап жатады. Сіздер мысалы жай ғана щитовидка болатын болса, иә, жай ғана гормондар болатын болса, онда сәресіне дейін 30 минут алдын ішіп алуларыңыз керек, иә. Сосын барып жаңағы тамақтарыңызды жеп, сәрелеріңізді ішіп, ауызды бекіте беруге болады. Ал егер сіздерде прогестерон, иә, жаңағы прогестерон гормоны болатын болса, сіздер оны ауыз ашып болған соң барып қана қолдануларыңыз керек. Ауыз ашып болған соң ғана сіздер оны ішуге болады. Сосын эстроген, тестостерон, иә, гормондары, олардың көбінесе жаңағы мазь түрінде болғандықтан сіздер оны тек қана жаңағы ауыз ашар кезде немесе ауыз бекітетін кезде қолданбайсыздар, жақпайсыздар, өйткені ол сырттан болатын болғандықтан ол сіздердің оразаларыңызды бұзбайды, иә, түсінікті, иә, бұзбайды. Сондықтан сіздер оны күндіз де қолдану қажет болатын болса, күндіз де қолдансаңыздар болады, иә, қалаған уақыттарыңызда қолдана бересіздер. Оның ешқандай зияны жоқ. Сосын жаңағы гормон қабылдайтын адамдар тоже дәрігерге барып кеңесу қажет. Мен ораза ұстансам болады ма? Оның менің ағзама ешқандай зияны жоқ па, иә? Ешқандай кедергісін тудырмайды ма деген сияқты сұрап біліп алу қажет міндетті түрде. Келесі. Көп жаңағы ханымдар менен сұрап жатыр, дәрумендер жайлы айтыңызшы. Менде осы ораза ұстаған кезде басым айналу болып жатады, немесе жаңағы шаршау, немесе тек жата бергім келеді деп айтып жатады, иә. Ондай ситуациялар сіздерде болды ма? Вот сондай жағдайларда мен жаңағы профилактика ретінде, иә, мен өзім салауатты өмір салты дәрігері ретінде сіздерге айтатыным, иә, мына Д дәрумені бар ғой, Д дәруменін сіздер профилактика ретінде күнде қолдансаңыздар да ол артық етпейді. Күнде, бірақ егер сіздерде түсіп кететін жағдай болатын болса, иә, жаңағы Д-ның мөлшері мысалы қарапайым адамда норма болатын болса 30-дан, иә, 110-ға дейін барады, иә, нормасы. 30-дан 110-ға дейін барады. Егер соның аралығында болатын болса, онда сіздерде профилактическая доза болады өзі, иә, 1000-2000, иә, солай ішсеңіздер болады. Ал егер 30-дан түсіп кететін болса, иә, 30-дан жаңағы 20 мен 30-ның арасында мүмкін болатын болса, онда сіздер жаңағы 5000-ға дейін көтерсеңіздер болады дозасын, иә. Таңертең ішсеңіздер болады, кешке ішсеңіздер болады. Бірақ соны қолданып отыру қажет күнделікті. Сосын, ал егер 20-дан түсіп кететін болса, вообще дефицит болатын болса, онда 10.000 жаңағы мөлшерде ішсеңіздер болады. 2 мезгіл ішсеңіздер болады, таңертең, кешке ішсеңіздер болады. Мен мына жерде сіздерге көрсеттім, қараңыздар, дәрумендер, қандай дәрумендерді ішуге болады, иә, профилактика ретінде. Жалпы сәресінде де ауызашарда да сіздер бұны тамақпен бірге ішесіздер. Яғни бұл дәрумендер майда еритін дәрумендер, иә. Майда тамақпен бірге ішсеңіздер тез жаңағы ағзамызға сіңіп өзінің пайдасын сіздерге міндетті түрде ораза уақытында тигізетін болады, иә. Сәресіне Б дәрумені, яғни Б комплекстар болады, иә. Б1, Б2, Б6, Б9, Б12 деп өзінің комплексі болады Б-ның. Вот соны алып ішсеңіздер болады. Таңертеңгілік мезгілде, иә. Жалпы Б не үшін қажет дейтін болсаңыздар, ол сіздердің мына жаңағы есте сақтау қабілеттеріңізді жақсартады, иә. Әртүрлі стресстік жағдай болатын болса, иә, нервтық жүйені өз қалпына келтіреді, нервная системаны өз қалпына келтіреді. Міндетті түрде ол сіздерге қажет. Өйткені сіздер өмірлеріңізде, иә, күндеріңіз қалай өтеді? Мүмкін жұмыста ұрыс керіс болып, бір шаршау болып, сондай стрессовое состояние болуы мүмкін. Соның барлығының профилактикасы ретінде осы Б дәруменін қолданатын болсаңыздар, иә, сіздерде жаңағы өздеріңізді жеңіл сезінетін боласыздар, иә, ешқандай стрессқа сіздер мән бермейтін боласыздар. Келесі С дәрумені, иә. С дәруменде сіздер таңертең ішсеңіздер болады. Ол не үшін қажет? С дәрумені иммунитетті көтереді. Яғни қазіргі таңда білесіздер, иә, пандемия дейміз, коронавирус дейміз. Осы вирустың көбеюі, иә, қазір көбісі вакцина салдырып жатыр. Сол себепті сіздер С-ны қолданатын болсаңыздар, осындай әртүрлі вирустарға сіздердің иммунитеттеріңіз төтеп беретін болады, иә, иммунитеттеріңіз көтерілетін болады. Мүмкін біреу жаңағы көп түшкіретін шығар, иә, аллергиялық қандай да бір сезондық аллергия болуы мүмкін, иә, немесе
жаңағы суық тиіп қалуы мүмкін, тез суық тиеді, тез түшкіреді, мұрны ағып кетуі мүмкін, иә. Көбінесе балаларда да солай болып жатады. Сондай жағдайларда осы С дәруменінің рөлі өте зор. Соны да қолданып жүрсеңіздер болады. Д дәруменін айттым, иә. Біз осы 1 жыл болған шығар, көп күнге шықпаймыз да, үйде отырып қалдық, иә. Жұмысқа күнде бармаймыз, үйде онлайн жұмыс болып кетті көбіміздікі, иә. Дистанционно деп айтып жатамыз. Сондай жағдайда біз балаларымыз да өзіміз де сыртқа шықпағандықтан, иә, күнді мүлдем көрмегендіктен, білесіздер, иә, Д дәрумені көбінесе күннің көзінде болады, иә. Вот, және де көбінесе ақуыздарда болады. Кальций, иә, соның құрамында болады. Вот сіздердің кальцийдің даже сіңуі үшін міндетті түрде Д дәрумені сіздердің рационда болуы қажет. Ал күнді көрмегендіктен қолданып өздеріңіз сырттан қосып отыруларыңыз керек күнделікті рационға. Сосын К2 міндетті түрде қолдану керек. Омега-3, иә, рыбы жир деп айтып жатамыз ғой. Оны да қолданатын болсаңыздар, иә, сіздердің көз көру, иә, жақсаратын болады міндетті түрде. Сосын йод, цинк минералдар қосымша қосу қажет. Сіздердің бүкіл денсаулықтарыңызды жақсарту үшін, иә, ешқандай бас айналу болмасы үшін, немесе шаршау болмасы үшін, өздеріңіздің құлшылықтарыңызды толық орындау үшін, иә, жаңағы ерте тұрып, сондай сергек болып жүру үшін міндетті түрде, егер дәрумендерді қолданатын болсаңыздар, иә, сіздерге жаңағы өзінің жақсы ықпалын тигізетін болады. Бірақ жаңа болады ғой, поливитамины деп айтады ғой, комплексный, иә, көп витаминдер бір таблеткада болуы мүмкін, иә. Ондай дәрумендерді қолдануға болмайды. Не үшін? Өйткені ол жердегі дәрумендердің, иә, бірі мүмкін сізде дефицит шығар, бір дәрумен, мысалы Б дефицит шығар, ал бірақ келесі Р деген дәрумен, иә, немесе Е деген дәрумен сізде мөлшері жоғары болуы мүмкін. Сондықтан ондай поливитаминдерді қолданудың қажеті жоқ. Тек мен қазір сіздерге беріп отырмын ғой, осы дәрумендерді жеке алып, тек Б-ны ғана комплекс алсаңыздар болады, қалғанын жеке-жеке алып қолдансаңыздар болады. Сосын ауызашарға, иә, А дәрумені білесіздер, иә, мысалы көп адамдарда жаңағы терілерінің барлығы былай қабыршықтанып кетеді, иә. Не үшін? Өйткені А дәруменінің жетіспеушілігі. Теріні ылғалдандыру үшін, көзді де көруін жақсарту үшін, иә, мысалы, соның барлығына жаңағы бүкіл теріміздің әп-әдемі, свежий деп айтамыз ғой, иә, сондай балғын болуы үшін міндетті түрде біздің жаңағы рационда А дәрумені болуы қажет. Е дәрумені де біздің ағзамызға, иә, аевит деп айтып жатамыз ғой, байқасаңыздар, тоже жаңағы бүкіл дененің өз қалпында тұру үшін, ұстап тұру үшін, иә, бүкіл жаңағы кожаны өз қалпында ұстап тұру үшін, біздің иммунитетімізді даже көтеру үшін осы Е дәрумені де өзінің қызметі өте мықты. Бұл жерде де жаңағы Д дәрумені, омеганы қолдансаңыздар болады, иә, 2 мезгіл профилактика ретінде. Және де жаңағы йод, цинк, минералды заттарды қолданып отыру қажет. Сонда сіздерде шынымен де бұнда дефицит болмайды. Түсінікті, иә, барлығы. Келесі, қараңыздар, анемия бар кісілер, иә, сіздер мүмкін оразаға дейін дайындалған шығарсыздар, көп адамдар, бірақ дайындықсыз келе салады, иә, мен ораза ұстауым керек, ол маған парыз дейді, алдын ала негізі дайындалу қажет, міндетті түрде жаңағы общий анализ крови дейміз, иә, қанның жалпы мөлшерін анықтау, оның ішінде сізде гемоглобиннің мөлшері қанша, ферритин, иә, мысалы қанша, белок қанша, Д дәрумені қанша сізде, немесе гормондар, оның барлығын алдын ала жаңағы тапсырып дайындап қойғандарыңызда өздеріңізге жеңіл болатын. Өйткені сол кезде бірден дәрігерге барып, маған осындай дәрумен жетпей жатыр, маған осындай жаңағы не ішсем болады деп алдын ала кеңес алып алғандарыңызда тіптен жақсы болар еді. Енді ондай болмаған жағдайдың өзінде сіздерде анемия бар болатын болса, иә, анемия қандай жағдайда, егер сіздердің гемоглобиндарыңыз жаңағы негіз норма, мысалы да, енді 110-нан жоғары болатын болса, иә, 140-160-ға дейін барады ғой гемоглобин. Вот 140-тың өзі көбінесе жаңағы кей адамдар ойлайды, шынымен де менікі 140 екен деп ойлайды да. Негізінде сіздердің егер қандарыңыз қою болатын болса, суды жаңағы толыққанды ішпейтін болсаңыздар, иә, өздеріңіздің нормаларыңыздағы суды ішпейтін болсаңыздар, онда қанның қоюласып кетуі арқылы да сіздердің гемоглобиндарыңыз жоғары болып көрсетіп тұруы мүмкін. Ондай жағдайларда болуы мүмкін. Сол себепті шынымен де суды нормамен ішетін болсаңыздар, онда шынымен де гемоглобин жоғары болатын болса, онда тіптен жақсы, ол жақсы. Ал егер төмен болатын болса, иә, егер 90-нан төмен деп кететін болса, сосын ферритин
тоже иә жаңағы железо деп айтып жатамыз, темірдің жетіспеушілігі деп айтып жатамыз иә. Ондай жағдайларда да мысалы ферритиннің нормасы 10-нан жоғары болу керек. Егер ораза ұстайтын адамдарда жаңағы мысалы 10-нан 110-ға дейін баратын болса, 70 где-то ораза ұстайтын адамдарда сондай болу керек та, 70-тен жоғары болса ол жақсы ферритин да. Ал одан төмен болатын болса, ол уже ойлану қажет, ферритиннің жаңағы дәрумендерін міндетті түрде ішіп отыру қажет. Бұл жерде гемоглобинді иә ферритинді жаңағы оннан төмен болатын болса жақсы көтеру үшін иә міндетті түрде жаңағы басқа да дәрігерлерге барып сұрасаңыздар болады иә қандай препарат ішсем болады деп. Бірақ көбінесе осы тотеманы қолданады. Тотема гемоглобинді тез көтереді. Яғни емізетін жаңағы жүкті әйелдер иә жүкті әйелдерге айтады, өзінің несі бар инструкциясына қарайтын болсаңыздар 4 айдан жоғары деп айтып жатады иә. Сол себепті міндетті түрде дәрігермен кеңес алу қажет. Ал қалған адамдарға онда ешқандай емізбейтін болса, жүкті әйел болмаса иә осы тотеманы қолдансаңыздар болады. 2 мезгіл, яғни дәріханалардан да сұрасаңыздар болады иә жаңағы 2 мезгіл суға араластырып ішіп алатын болсаңыздар, гемоглобин кәдімгідей ұшады. Ферритиннің да нормасы ұшады. Тез көтеретін әдісті айтып жатырмын иә. Егер ораза ұстамаған болсаңыздар, онда жаңағы керекті дәрумендерді немесе укол туралы система жасап, иә, внутривенно солай салдырбасаңыздар да болады гемоглобинді көтеріп алу үшін. Түсінікті, иә, барлығы. Келесі. Енді жалпы емізетін аяғы ауыр әйелдер, иә, қалай тамақтану қажет, не болады, не болмайды, сіздерге негізі белоктың мөлшерін көтеріп отыру қажет. Өйткені сіздер балаларыңызға да тамақ берулеріңіз қажет қой, тек өздеріңіз ғана тамақтанып қана қоймай, иә. Емізетін әйелдер, жүкті әйелдер, сіздер ораза ұстаған кезде еш ойланбаңыздар да. Балам аш қалады екен деп, бала тамақтан аш қалмайды, бала сіздің тамағыңызды жемейді ғой, иә. Сіздің жеген тамағыңыздың ішіндегі дәрумендер қан арқылы барады, иә. Мысалы, қан арқылы балаға барады, жүкті болатын болсаңыз. Сондықтан сіздер егер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, иә, барлығы жеткілікті болса, онда балаға еш кері әсері жоқ. Емізетін болсаңыз да, жүкті әйел болсаңыз да, міндетті түрде дәрігермен кеңесу қажет. Оны білесіздер, иә. Өйткені сіздің толыққанды диагнозыңызды тек дәрігер біледі, иә. Сізге болатын, болмайтын, онда дәрігер болады. Мен мына жерде сізді көріп тұрған жоқпын, иә. Қандай неше айлық балаңыз мысалы да, енді балаңыз мүмкін сіз қосымша балаға жаңағы смесь немесе қосымша тамақтар бермейтін шығарсыз. Тіптен кішкентай болуы мүмкін. Тек емізу керек баланы да. Сондай жағдайларда Алла тағаланың өзі сіздерге рұқсат етіп қойған ұстанбауға болады. Ал егер барлығы жақсы болатын болса, қосымша тамақ беретін болсаңыздар, иә, онда ұстана берсеңіздер, ол тек сіздерге сауап, иә. Вот, қараңыздар, белоктың мөлшерін көтеру қажет. Жалпы белок қандай тағамдарда бар, иә. Суп жаңағы продукциялар деп айтамыз ғой. Ол ішек қарын, иә, жаңағы бауыр, бүйрек, бас, жүрек, өкпе деген сияқты бүкіл жаңағы ішек қарын, ішкі ағзалар ғой енді. Соның барлығын сіздер қайнатып дайындасаңыздар болады, иә. Мысалы, салат жасасаңыздар болады, бауырдан салат жасасаңыздар болады. Немесе жаңағы барлығын қайнатып, ет тартқыштан өткізіп, әсіп жасасаңыздар болады. Әсіп өте күшті жаңағы иммунитетті көтереді, өйткені бұл жерде құрамында белоктың мөлшері өте көп, және де сіздерге құнарлы тағамдардың бірі болып саналады әсіп. Сосын жұмыртқа, яғни жұмыртқаны тек қана қайнатып қана жемеңіздер да, өйткені жалығып кетуі мүмкін, иә, адам. Тек қана қайнатып қана жейтін болса, шынымен де жалығып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде жаңағы әртүрлі паштет жасап, омлет жасап деген сияқты түрлі-түрлісі бар ғой енді. Ең бастысы сіздер ағмай бар ғой, ағмайға қуырмаңыздар, жарай ма? Жай ғана ГХИ майы болады мысалы да, егер қуырғыларыңыз келіп бара жатса, немесе сиырдың жағы сүтінен сары май бар ғой, қолдың сары майы деп айтамыз ғой. Вот соны азырақ қолдансаңыздар болады, соған қуырсаңыздар болады, иә, ол кезде, немесе жай ғана антипригарная сковородка деп айтып жатамыз ғой, вот сондайға қуырсаңыздар болады, жай өзін солай дайындап жесеңіздер болады. Ол кезде де ол жұмыртқаның құрамында белоктың мөлшері өте жоғары. Түсінікті, иә. Сосын етті тағамдар. Етті тағамдарды жалпы сіздерге мен алдыңғы сабақта айтқан болатынмын, иә. Сиырдың етінен басқа еттер, яғни
халал еттер, ешкінің еті, түйенің еті, жылқының еті, қойдың еті, соларды жесеңіздер болады. Оның барлығы құрамында белок та көп, құрамында темір де көп, мысалы да. Субпродуктыларда да темір өте көп, бауырда да өте көп. Ол сіздердің бір жағынан иммунитеттеріңізді көтереді, бір жағынан гемоглобинді көтереді, ферритинді көтереді, бір жағынан белоктарыңызды көтереді. Жалпы белоктың құрам нормасы, общий белоктың 77-ден жоғары болу керек, Егер көрсеңіздер, өлшеп көретін болсаңыздар, мысалы, байқаңыздар 77-ден жоғары болатын болса, ол жақсы, төмен болатын болса, осы тағамдарды көбірек қолдануға әрекет жасаңыздар. Сосын етті тағамдар деп айтып жатыр ғой, ол жерде сіз мысалы құс еттер бар ғой, оларды да қолдансаңыздар болады. Ең бастысы сіз дайындалуына мән беріңіз. Қуырып дайындамайсыз, сұйық майға дайындамайсыз, қайнатасыз, парға пісіресіз, пешке пісіресіз деген сияқты тәсілдері өте көп қой. Әрбір дұрыс тамақтануда тағамдардың жасалу техникасына мән беру қажет. Сонда ғана сіздің ағзаңызға толық дәруменнің барлығы ағзаңызға баратын болады. Балық тағамдарын айтқан болатынмын, тунец пен селедкадан басқа тағамдарды, балықтарды қолдансаңыздар болады деп, Өйткені қазір балықтың түрі көп қой. Ең бастысы сіздер қуырып дайындамайсыздар оны да, парға пісірсеңіздер де, немесе пешке пісірсеңіздер де, тәсілдері көп қой. Әртүрлі қоспаны қоса бермей, табиғи өнімдерді, табиғи қоспаларды, дәмдеуіштер қоссаңыздар да, ол дәмдеуіштердің табиғи эко болуына мән беру қажет міндетті түрде. Тұз қосатын болсаңыздар да, барлығына мән беру қажет. Көп мөлшерде де қосуға болмайды, білесіздер. Тұз, артық мөлшердегі тұз біздің ағзада жиналып, ол бүкіл су бар ғой, артық су пайда болады біздің ағзамызда. Яғни жидкостьті ұстап тұрады, суды ұстап тұрады, тұз суды ұстап тұрады. Ол кезде сізде келесі күні отек пайда болуы мүмкін, яғни ісіну пайда болуы мүмкін. Сол арқылы сізде бүйрегіңіз ауыруы мүмкін, бүйрекке ол тұз жиналады да, ертең тасқа айналуы мүмкін. Ол тас болады да, арты рак аурулары бар ғой, сондайға дейін алып келуі мүмкін. Сол себепті тұзды қолданғанда да көп мөлшерде қолданудың қажеті жоқ. Өзің шама-шамамен қарайсыздар, аз-аздан қосып үйреніңіздер. Дұрыс тамақтануда көп мөлшерде тұзды қолданбаймыз. Сосын море продукты деп айтып жатамыз, краб, креветки, кровавые палочки емес, қарапайым, өзі крабтар болады ғой. Вот соның барлығын сіздерде айтқан тәсілдермен пісіріп, дайындап жейтін болсаңыздар, сіздердің ағзаларыңызға шынымен де пайдасын ғана тигізетін болады міндетті түрде. Барлығы түсінікті деп ойлаймын, шамаларыңыз келгенше дұрыс тамақтануға әрекет жасаңыздар, міндетті түрде. Мына жерде комментарийді қосып көрейін, егер сұрақтарыңыз болатын болса, жауап беріп өтейін. Сұрақтарыңыз бар ма? Барлығы түсінікті ма? Сосын суды сіздер өз нормаларыңызбен ішіп жатсыздар ма? Мысалы, суды қалай ішу қажет? Өз салмақтарыңызды 30-ға көбейтесіздер. Сондағы шыққан миллилитрді бір күнде ішулеріңіз қажет. Мысалы, 2 литр болатын болса, сіздердің нормаларыңыз кештен, мысалы, ауыз ашқаннан бастап таңертеңге дейін сіздер сол суды ішіп бітірулеріңіз қажет болады. Сонда ғана қант диабеті болатын болсын, білесіздер ғой, қант диабетінде көп су ішу қажет міндетті түрде. Түнде ішіп шығыңыздар, өйткені күндіз сіздер шөлтеулеріңіз мүмкін, шынымен де ауыз кеуіп кетуі мүмкін. ГХИ май дейді. ГХИ май деген тұшытылған май дейміз ғой. Сары май бар ғой, сары майды сіз отқа қойып бір қайнатып алыңыз, сосын ыдысқа құйып қойыңыз, шын ыдысқа құйып қойыңыз, сол сізге ГХИ майы болады. Соған қолдансаңыз болады. Сосын айтады ғой, іш қату болатын болса сіздерде, мына жерде іш қату болатын болса, мына жерде сұрап жатыр екен, сондай жағдай болатын болса, сіздер таңертең емес, енді кешке ауыз ашатынның алдында ауыз ашасыздар ғой, ашып болған соң міндетті түрде қосымша льняное масло немесе зәйтүн майы немесе зығыр майын бір қасық ішіп алсаңыздар болады, аш қарынға. Сосын барып намаздарыңызды оқып, дұғаларыңызды тілеп, бір арасында 20 минут өту қажет қой, су ішіп болған соң, вот сол 20 минуттың ішінде барады да жаңағы май бүкіл ағзаға жақсы ықпалын тигізеді, бүкіл ағзаны майлап шығады деп айтсақ та болады. Сіздерде запор болмайды, оның арты геморройда құтылатын боласыздар міндетті түрде.
Аллергия қатты мазалап жүр дейді, не тамақ жесем болады? Сіз бірінші аллергияның неден пайда болғанын біліңіз, иә? Мысалы, көбінесе цитрустан пайда болуы мүмкін, немесе көктемде пайда болуы мүмкін, иә, аллергия, әртүрлі жағдайлар ғой. Соның барлығын алдын алу қажет міндетті түрде. Егер цитрус болатын болса, цитрустан отказ бересіз. Күріштен болатын болса, күрішті жемейсіз деген сияқты. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар мына жерде? Барлығына пайдалы сұрақтар қоямыз, иә? Түнімен қалай ішіп шығады суды дейді. Түнімен ішіп шығу міндетті емес, егер шөлдесеңіздер, ішсеңіздер болады. Мысалы, ауыз ашқан кезде 2 стакан жылы суды отырып, иә, бисмиллямызды айтып, ұрттап, сүннет, саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті бар ғой, иә, пайғамбарымыздың. Вот солай ішіңіздер. Сосын асықпай құрмаларыңызды жеңіздер, жұмыстарыңызды жасап келіңіздер, дұғаларыңызды оқыңыздар, намаздарыңызды оқыңыздар. Барлығын оқып болған соң барып қана жайлап асықпай тамаққа көшеміз. Тамаққа көшкенде міндетті түрде көбірек бірінші клетчаткаға бай, яғни жасұныққа бай салаттар бар ғой, иә? Свежий салат деп айтып жатамыз ғой, соны көбірек жеп алу керек. Я ішіне ас көктер көбірек қосыңыздар, соның барлығын жеп алатын болсаңыздар, сіздерде запор деген болмайды, проблема, іш қату деген мүлдем болмайтын болады. Өйткені жасұнық біздің ағзамыздағы ішіп жеген тамақты толыққанды қорытуға өзінің жақсы ықпалын тигізетін болады. Сіздердің ағзаларыңыз жақсы жұмыс жасайтын болады. Шынымен де түні бойы жұмыс жасады, иә, күні бойы жұмыс жасады. Сол жұмысты жақсартатын болады осы жасұнық. Ауыз ашқаннан кейін су ішкеннен соң асқазаным толып тұрады дейді. Я, ондай болады, өйткені сіз күні бойы аш жүрдіңіз де, сіздің асқазаныңыз кішкентай болып қалды. Енді қараңыздар, тамақ ішкен кезде де сүннет бар ғой, саллаллаху алейхи вассаламның, иә? Іштен бір бөлігі, яғни су болу керек, іштен бір бөлігі тамақ болу керек, іштен бір бөлігі ауа болу керек, иә? Осы ұстанымды ұстанамыз, яғни бір ішкенде ауыз ашып болған соң 20 минут өткен соң бір 250 граммдай тамақ сіздерге жеткілікті. Өйткені мына сіздердің асқазандарыңыз, иә, мына асқазандарыңыз, оны нан жағып соссаңыздар болады да былай. Бірақ былай созып жібермеңіздер, ол асқазан білесіздер 5 литрға дейін, иә, 5-6 литрға дейін созылады біздің асқазанымыз. Егер жиіп беретін болсаңыз, ол созыла береді да, ертең оның барлығын қорыту біздің ағзамызға, біздің асқазанымызға ауыр келеді. Ал біз осы Рамазан айында тек қана тамақты ғана ойлап өткізбейік та, біз көптеген өзімізге пайдалы амалдарды жасап қалайық та. Тамақты біз ары қарай амалымызды жақсарту үшін, ары қарай амалымызды жасау үшін, соған күш жинау үшін ғана біз тамақ ішуіміз қажет, иә. Сондай жағдайда, сондай оймен, сондай ниетпен, бір жақсы ниетпен, иә, Алланың разылығы үшін, шаршап қалмас үшін, иммунитетті мысалы түсіріп алмас үшін деген сияқты сондай дұғаларымызды айтып, сондай ниетпен жақсы тамақ ішуіміз қажет, бисмиллямызды айтып. Жасұнық деген клетчатка. Клетчатканы сіздер егер салаттарда, я, капуста болсын, қияр болсын, қызанақ болсын, барлығында бар ғой ол клетчатка. Егер олай қолдана алмайтын болсаңыздар, қарапайым дәріханаларда клетчатка сатылады. Соны алып бір қасық кешке мысалы айранға қосып ішсеңіздер болады, немесе тамаққа қосып ішсеңіздер де болады. Ол өте пайдалы. Бірақ сумен тамақты екеуін қоспаймыз, түсінікті, иә? Өйткені біз тамақ жегенде оның барлығы біздің ағзамызға барғанда, иә, бір жарты сағат 40 минут перерыв беруіміз керек. Қажетті дәруменнің барлығы біздің іш құрылысымызда өтеді ғой, ішектерімізден өтеді ғой, соның барлығы біздің қанымызға сіңуі қажет. Соған біз мүмкіндік беруіміз керек. Бірден ішіп жіберетін болсаңыз, барлығын асқазанға барып каша қыласыз. Қанттың орнына фруктоза қолданса болады ма дейді. Осы диабетиктарға көбінесе қолданса болады деп айтады. Негізі қанттың орнына қарапайым табиғи балды аз-аздан қолдансаңыз болады. Немесе қантты жегіңіз кеп, тәтті жегіңіз кеп бара жататын болса, иә, кепкен жемістер бар ғой, соны барастарда суға қайнатасыздар, иә, суға қайнатып болған соң компот пайда болады, иә. Компотқа сіз суытып аласыз да, сосын азырақ мед қоссаңыз болады. Сол медті араластырып, иә, ішсеңіз болады. Сол тәтті болады. Немесе жай ғана кепкен жемістерді жесеңіз болады.
мен ішем дейді, клетчатканы кефирға қосып. Керемет. Мұрны қанаса ораза ұстауға болады ма дейді. Осындай кезде қараңыз, сізде мұрын не үшін қанады? Сіз оның себебін білуіңіз қажет қой. Мүмкін сізде қан қысымы төмендеп кеткен шығар. Ондай жағдайда аш жүретін болсаңыз, мүлдем төмендеп кетуі мүмкін, иә? Немесе қан қысымы жоғары көтеріліп кеткен шығар. Соның барлығын алдын ала дәрігермен кеңесу қажет, көріну қажет. Айтады сізге міндетті түрде не істеу қажет екенін. Қант алмастырғыш сахарозаменитель деп айтып жатамыз ғой, стевия болуы мүмкін, фитпарат болуы мүмкін. Оларды негізі көбінесе қант диабетімен ауыратын адамдарға арнап шығарған. Негізі ол дәрілік зат деп айтсақ та болады да, осы қант диабетімен ауыратын адамдарға ше. Ал бізге оның қажеті жоқ, оны қолданбай-ақ қойыңыздар. Ол сіздерге керек емес. Үйреніңіздер, оразада өздеріңіздің ағзаларыңызды демалдырыңыздар. Сіздердің бұл ағзаларыңыз онсыз да 24 сағат жұмыс істеп тұр. Ең болмаса осы ораза айында сәл болсын демалдырыңыздар асқазандарыңызды. Өйткені асқазан демалатын болса, бүкіл ағза ішек тазаратын болса, жаңа клеткалар пайда болады. Жаңа клеткалар сіздердің беттеріңізді аппақ қылып, беттеріңізді таза қылып, баста осы бүкіл токсиндар шығып жатқан кезде, осы ораза уақытында бастапқы мезгілде мүмкін сіздерде беттеріңізде әртүрлі прыщи деп айтып жатамыз ғой, сондай бөртпелер пайда болып кетуі мүмкін. Қолдарыңызда аллергиялық бір симптомдар пайда болуы мүмкін. Оның барлығы, немесе бас айналу, бастың ауруы, оның барлығы бүкіл токсиннің ағзадан шығып жатқаны. Еш уайымдамаңыздар. Ол бастапқы уақытта қалыпты жағдай. Егер прям бастарыңыз айналып құлап қалатындай жағдай болмайтын болса, онда ол қалыпты жағдай. Емізулі анаға оразада қандай тамақ ішуге болады? Мен сіздерге менюді бердім, соның барлығын ішсеңіздер болады. Қан тапсыруды ұстаздардан сұраңыздар, толыққанды сіздерге жауап береді, иә? Қараңыздар, асқазанда гастрит болып ораза ұстауға болады ма дейді. Сізде гастрит болатын болса, сіз қазір ұстанып жатқанда сіздің асқазаныңызда бір түйіліп, сондай бір аурулар болатын болса, онда болмайды да. Ал егер барлығы жақсы болатын болса, гастрит болған кезде көбінесе мысалы майлы тамақ жеме деп айтамыз, холестерин көп тамақ жеме деп айтамыз, газдалған суды ішпе деп айтамыз. Солар сіздерге ары қарай өршіп кетуіне ықпалын тигізіп жатады. Оның орнына сүтті, мысалы биенің сүті, түйенің сүті, ешкінің сүті деп жатамыз, немесе қымыз, қымыран деп жатамыз, соларды қолдану арқылы біз емдейміз асқазанымызды. Солай ішсеңіздер болады. Ал егер мүлдем болмай бара жатса, онда тоқтатасыздар. Нервтің уколдарын салдырсам болады ма дейді. Оны укол салғанда, сіздерге тамақ қорек ретінде бармайтын болса, қанмен бармайтын болса, онда салдыруға болады, бірақ қанмен сіздерге қорек ретінде баратын болса, тамақ ретінде сіздерге дәрумен ретінде салатын болсаңыздар, онда ол болмайды, Ұстаздардан тағы бір сұраңыздар міндетті түрде. Бірақ осы ораза уақытында еш нәрсе жемей қойып, тек ниеттеріңіз бір жаман болып, тек арықтағым келеді деген сияқты бір ондай ой болмау керек. Сіздердің ниеттеріңіз дұрыс болу керек. Алланың разылығы үшін осы оразаны ұстадым. Алланың разылығы үшін мен ағзамды, Алланың берген ағзасын, 12 мүшесін сауығып берген Аллаға мың да бір шүкір, Өйткені қаншама адамдар бар ғой, толық мүшесі жоқ, қолы жоқ болуы мүмкін, немесе миымен қандай да бір проблема болуы мүмкін. Бізге Аллаға шүкір барлығы сау, соған шүкіршілік етіп, соған біз қайтаруымыз керек та, өзіміздің денсаулығымызды одан бетер жақсартуымыз қажет. Ең болмаса осы ораза уақытында шынымен де тазалауымыз қажет. Артық шлактан, токсиннан, артық тұздан, артық судан барлығынан түгелде тазалап өтіп шығуымыз қажет. Сіз айтқан дәрумендерді балаларға беруге болады ма дейді, соны айтыңызшы дейді. Оны сіз өзіңіздің педиатр, өздеріңіздің дәрігерлеріңізден сұрауларыңыз керек. Именно мысалы Д-ны барлық балаларға береді, барлық адамдарға береді, омега-3-ті барлығына қолдануға болады. Гепатитқа ұстануға болады ма дейді. Оны да сіз дәрігеріңізден сұраңыз, Нұргүл ханым. Өйткені гепатитті иммунитет
байланысты ғой, енді гепатиттің түріне байланысты ғой, иә, жаңағы асқынған Б, С, Д деп кете береді ғой. Ондай жағдайларда сіз иммунитетті түсіріп алатын болсаңыз, гепатиттің жаңағы несі өсіп кетеді, иә. Ал иммунитетті ұстап тұру қажет міндетті түрде. Көтеріп отыру қажет. Черный тмин майын ораза кезінде ішуге болады ма дейді. Черный тминді ішуге болады, бірақ прям бұл көп мөлшерде, мысалы, бұрыннан бері ішіп келе жататын болсаңыз, онда ішудің ешқандай қажеті жоқ. Ол аз, иә, мысалы, жылына 2-3 рет ішіп тұрсаңыз, ол профилактика ретінде болады. Оның ешқандай сіздерге көп болып кетпейді ол сіздерге. Іш қату қандай кеңес бересіз дейді. Міндетті түрде іш қататын болса, иә, ішке жаттығу жасаңыздар. Егер мүмкіндік болатын болса, вакуум жаттығуын жасай алатын болсаңыздар, иә, вакуум жаттығуын көбірек жасаңыздар, сонда іштеріңіз тартылады. Мына іш жаңағы асқазан, ішек, иә, бүкіл тоқ ішек деп жатамыз, соның барлығының жұмысы жақсаратын болады. Шынымен де вакуумды жасаған сайын, екен біз асқазанымыз жаңағы жұмыс жасайды ғой, иә, ары бері жаңағы тартылған соң кәдімгідей іштің жүруі жақсарады, іш қату проблемасы өте сирек кездеседі ондай жағдайда. Сосын қолды жоғары қарай көтеріп қоямыз, иә, қолды жоғары қарай көтереміз да, аяғымыздың ұшымен тұрамыз. Аяғымыздың ұшымен тұрамыз, шамаларыңыз келгенше біраз тұрасыздар, қайтып түсіп, қайтып тұрып, қайтып түсіп. Сондай жағдайда сіздерде мына асқазан ішек жұмысы жақсаратын болады. Я, ол жай ғана мына жерде жаттығу сұрадыңыз ғой сіз менен, жаттығуларды айттым. Одан бөлек, жаңағы судың нормасын міндетті түрде орындау қажет. Иммунитетті көтерудің барлығын айттым. Жаңағы қосымша мына жерде сұрап жатыр екен, коктейльдер ішуге болады ма деп. Болмайды, міндетті түрде дұрыс тамақтану керек. Біз иммунитетімізді түсіріп алмауымыз керек, ешқандай ашығу деген болмайды. Онсыз да біздің осы ораза айында ұстаған оразамыз, иә, дұрыс тамақтануымыз, оның өзі бізге детокс болып саналады. Семіруге не ішсек немесе жесек болады дейді. Енді ол сіздің жаңағы гормондарыңызға байланысты, иә, кей адамдарда гормонның аздығы немесе көптігі деген сияқты. Соның барлығын реттеу қажет әрине. Жақсы, иә, мына жерде мен уақытым бітейін деп қапты, бір өте аз қалыпты, сақтап үлгерейін, иә. Басқа сұрақтарыңызды астына комментарий ретінде жазсаңыздар, иншалла мен жауап беретін боламын, иә. Барлықтарыңыз әрдайым денсаулықтарыңыз мықты болсын, өздеріңізге қараңыздар, күтіңіздер. Иншалла осы оразада барлық адамның оразалары қабыл болсын, ниеттеріңізге жетіңіздер. Шаршамаңыздар, қиналмаңыздар, иммунитеттеріңізге әрдайым жаңағы қарап жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар.